ойласа болады. Ой бауырым, бүгін гитарамен жүрсің ғой? Иә бауырым, сені гитарамен көрмегелі біраз болып еді. Бір әдемі өлеңіне шырқап жібермедің ба? Иә бауырым, сенің бір сәйгүлік туралы әнің бар еді, отырып соны тыңдасақ. Сәйгүлік туралы әніңді тыңдап, жылқы жануарын еске алсақ қалай olur? Жоқ бауырларым, бұл ән негізі жылқы жануарына арналған. Бұл ән негізі жылқы мінезі халқымыздың тәуелсіздікті аңсаған әні. Бауырым, бұл өлеңнің авторы кім? Қай жылы шыққан екен? Бұл ән негізі 1981 жылы Сейітқали Нұржанов ағамыз шығарған. Және осы өлең жолдары Табыл досымыз ағамызға ұнап, осы өлең жолдарына өзінің әнін жазған екен. Олай болса бауырым, тізе бүгіп әнін тыңдамадық па? Жарайды онда бауырларым, отыра қойыңдар. Кездерде кейде қара болмайды бүктеген, үйіңме үнсіз тұнжырап қайғырып келем. Алықсып жатып содан соң кетемін ұйықтап, ұйықтап кетсем түсімде сәйгүлі көрем. Мінемде шабам алдымнан аңғарларда тап, таулардан нұрғып өтемін заңғырларда тап. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлпарым арманнан пәк. Аққусындымын түсімде айдыны құрау, қай жаққа апарып көмемін қайғыны мынау. Күнге қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ау. Мінемде шабам алдымнан аңғарларда тап, таулардан ұрғып өтемін заңғырларда тап. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлпарым арманнан пәк. Аққусындымын түсімде айдыны қырау, қай жаққа барып көмемін қайғыны мынау. Өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ау. Өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ау. Не деген керемет өлең, не деген керемет дауыс. Иә бауырым, қандай керемет ән. Мен бұл әнді сәйгүлікке арналған өлең деп ойлап жүрдім. Бірақ бұл әннің тарихы осындай терең екенін білмеппін. Еркіндікті аңсаған бабаларымыздың осындай шығарған әні қандай керемет, иә? Иә, жігіттер, бұл өлеңді көрші ауылдың жігіттеріне айтып берейік. Жақсы жігіттер, кет. Иә, жақсы.